Сәлем достар! Бүгінгі видеода сіздерге ноутбукта және компьютерде экранды қалай суретке түсіруге болады және оны қалай кейін жібереміз, өңдей аламыз, сол жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп, жазылып, лайк басып отырыңыздар. Экрандағы ақпаратты тез әрі оңай суретке түсіріп алуға болады, және де оны кейін басқа біреуге жіберіп, немесе өзіміздің программаларымызда қолдана аламыз. Ол үшін клавиатураның жоғарғы жағында print screen деген нүктені тауып аламыз. Клавиатураның жоғарғы жағында оң жаққа қарай, сәл ортасынан былай қарай келсеңіз, мына жерде print screen деген нүкте тұр. Осы нүктені басу экранды суретке түсу үшін жеткілікті болады. Басамыз, кейін енді оны қалай пайдаланамыз, қай жерден шығарып ала аламыз. Ол үшін бізге әртүрлі программаның көмегі керек. Бірінші мысал, барлық экранды емес, керек ақпаратты алу үшін создать точечный рисунок дегенді басамыз. Енді бұны өзіңіз ат жазсаңыз болады, мен ештеңке жазбаймын. Бұны ашып көрсек, ешқандай сурет жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай, бұны жауып қоямыз. Енді осы жерге келіп, тағы да тышқанның оң жағын басамыз. Сол жерде открыть с помощью Paint дегенді таңдаймыз. Міне, Paint бөлімінде ашылды. Енді жоғарғы жақта вставить деген төртбұрышты нәрсе тұр. Соны басамыз. Сосын экранға келеміз де, тышқанның оң жағын басып вставить дейміз. Көріп тұрғаныңыздай, міне экранның суреті тұр. Енді бұны қалай өңдей аламыз? Ол үшін артық нәрсені кесіп тастаймыз. Артығын кесу үшін бізге четкі нүктелері керек. Яғни төменгі нүкте және оң жақ шетіндегі ортаңғы жағындағы нүкте. Оларды бізге үлкен экранда алу ыңғайсыз болып тұр. Бізге жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін алдымен экранды кішірейтіп аламыз. Ол үшін жоғарғы жақта вид деген бөлімге өтеміз. Ол жерде уменьшить деген минус белгісі бар белгі тұр, соны басамыз. Сол кезде өстіп кішірейді. Енді оңай өзімізге керек жерін қиып аламыз. Мына жақтарын алып тастау үшін қайтадан главныйға өтеміз. Ол жерде повернуть 180 градус деген бар, соны басамыз. Үстінен и жанынан алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін қайтадан орнына келтіру үшін повернутьті басамыз, қайтадан 180-ді басамыз. Мінекей келді. Экранның бізге керек бөлігін ғана өстіп алсаңыз болады. Енді осыны жабамыз, сохранить дегенді басамыз. Бізде бұл уже дайын сурет болып тұрады. Ашып көреміз. Міне байқағандарыңыздай, керек ақпаратыңыз өстіп көрініп тұрады. Қазір экрандағы суретімізді ставить кнопкасын баспай клавиатура арқылы қалай қоя аламыз. Соны көрсететін боламын. Мына жерде Ctrl-V деген. Ctrl деген тұр, соны басып тұрып, V-ні басқан кезде ол қойылады. Қазір көрсетемін. Мына жерден открыть с помощью Paint дегенді басамыз. Енді жаңағы вставить деген басамыз. Енді клавиатурадан Ctrl-V дегенді басамыз. Енді Word программасында осы суретті қолданып көрейік. Ол үшін Word программасын ашамыз. Мына жерге Ctrl-V-ні бассақ, суретіміз қойылады. Оны жаңағыдай Paint программасында өңдеп алуға да болады. Немесе осы Word-тың ішінде де өңдеуге болады. Бұл жерде де программаның өзгертуге берген мүмкіндіктері көп. Мөлшерін өзгертуіңізге болады, қиып тастасаңыз болады. Мына жерде өстіп керек жерін таңдап алып, обрезать дегенді бассаңыз да болады. Суретке әртүрлі пішіндер беруге болады. 4 бұрыш, домалақ, 3 бұрыш. Өз қалауыңызға қарай өзгертіп аласыз.
Ал енді осы экрандағы суретті WhatsApp желісі арқылы басқа бір адамға жіберіп көрейік. Ол үшін мысалға мына экранды фотоға түсірдік. Енді веб WhatsApp-қа кіреміз, керек адамды таңдаймыз, Ctrl-V дегенді басамыз. Сол кезде бірден өстіп хабарламада шығады экранның суреті. Енді отправить деген батырманы бассақ жеткілікті. Каналға жазылып лайк басып тіркеліп отырыңыздар.